Ассалаумағалейкум рахматулла. Бауырлар, өздеріңіз амансыздар ма? Өткен жолы осы мешіт ашылған кезде келе алмаған едім. Енді жол түсіп жатыр. Мен негізі ана ғимаратқа баруым керек бүгін. Бірақ дәл соның қасында мына мешітті бір айналып өтсем ба деген ойым бар. Ана жақта бір балалармен біреулер жүр екен. Отыратын жерлері бар екен. Жалпы мен мына жерден бір риза болып отырғаным мына жаңа мешітке. Көлік қоятын жерлері молынан екен. Білмеймін қанша көлік сиятындығын, қанша бірнеше гектар жерге соғылған ғой мына үлкен мешіт. Осы мешіт бір рет ашылды да қайтадан жабылып қалды. Ресми тұрғыдан тағы да бір ашамыз деді. Одан кейін ашылмады. Ол ашам бір рет, бір жұма күні ма, бір айт күні ма, айт күні ғой деймін. Сол кезде бір адамдардың барлығы осы жерге келіп намаз оқыды да, кейіннен ресми түрде ашамыз деді, бірақ ашпады. Соны мен өзім осы жерден өтіп бара жатырмын. Сіздерге тағы да бір көрсете кетейін дедім. Мені таңғалдырып тұрғаны машина қоятын, көлік қоятын жері деген керемет екен енді. Білмеймін қанша көлік кетеді мына жерде. Бұндайды Астанадан ғана көріп едік. Мына Алматыдан да осындай зәулім мешіт соғылған екен ғой. Ол кезде мен негізі осы Алматының төңірегінде жүрдім да, бірақ жолым түспеді. Бұл мешітке ашылған ішінен көргім келіп ақтырды, бірақ жолым түспеді. Мына жақта бір нәрселер соғылып жатыр екен. Не заттар екен мынау? Жұмысшылардың бөлмелері сияқты. Осы кезінде жабық тұрды да мына жағы. Соны біз ойлап жүрген едім өзімше. Бір мешіт айдалаға түсейін деді ғой бұл деп. Сөйтсем деген жан жағының бәрі үй болып кеткен. 1-2 жылдың ішінде. Мына қарасаңыздар, жан жағының бәрі үй болып кеткен. Бір мөлтек аудан микрорайон болып кеткен. Сол жерге түскен мешіт болып тұр да мынау. Керемет, ана өтіп жатқан көше, Момышұлы көшесі, Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында орналасқан мешіт. Бітіп тұрған мешіт екен, бірақ ресми ашылмай жатыр екен. Мына арт жағынан да кіретін жерлер, үлкен жер. Арт жағынан, мына жерден де, ана жерден де арт жағынан да кіретін жерлері үлкен екен. Бірақ мына жақ тұсында тек қана мына жол ғана бар. Арт жақ бетінде машина қоятын жері жоқ екен, тек қана жол екен. Бірақ адамдарға отыратын жерлері бұл жақта да кең екен. Мынау енді солтүстік жақ беті мешіттің. Мына жақ бір бөлек болып тұрған сияқты ма? Негізгі бөлшегінен көру мына жағы бір бөлек болып тұрған сияқты. Мен ішінен көрмедім, сондықтан мен қалай екендігін мен ұға алмай жатырмын да. Мына жағының бәрі қала болып кеткен ғой. Бауырлар, қараңыздар, мына жақта тағы да бір нәрсе соғылып отыр. Жұмысшылардың үйі ма деп қоям. Ал енді мына жақ деген масқара кетіп жатыр. Құрылыс, ана жақтың бәрі құрылыс. Арғы бет көрініп тұрған жердің барлығы құрылыс. Мына мешіт Момышұлы жақтан жабық тұрған кезде мына үйлердің біреуі де жоқ еді. Осыдан бір қанша десем болады, 2-3 жыл бұрын мына үйлердің біреуі де жоқ еді. Машалла, жақсы көтеріліп жатыр екен. Мына жерден тағы да бір жұмысшылар шығып келе жатыр. Ана котловандарды көрдіңіздер ма? Котлован, ар жағының бар котлован.
мына жақтар енді беріліп жатқан сияқты ақырындап. Менің баратын үйім ана Биайбург деген жердегі бір жерге бармақшымын ғой. Тура қасында мына үлкен мешіт тұр. Керемет. Міне солтүстік жақ бет екен мешіттің. Мына арка. Мына жақ мынау щит екен ғой. Осы мешіттің тоқ беретін щиті болса керек. Қазақшасы қалай щит деген. Мына жақтың барлығы мына жұмысшылардың көліктері тұрған. Ана үйлердің барлығы. Мына жақты қараңдар. Масқара. Қанша 10-15 этаж үйлер көтеріліп кеткен. Міне мешітіміз мынау тұр. Мешіттің ауласы ары қарай үйлерге ұласып кеткен. Сонда біз ойлап жүрген мына айдаладан соғып жатыр ғой деген мешітіміз орталықта қалып кеткен болып тұр ғой. Керемет. Міне ана мешіттің. Сонда мен қазір мешітті, мына үлкен мешіттің өзім бір айналып шықтым қазір мен. Бір 10 минуттай уақытым кетті. Негізінде тағы да айтарым, мына көлік қоятын жерлердің бәрі керемет. Негізі айтылатын мәселе, білмеймін қанша гектар екендігін, керемет мына мешітке үлкен жерді арнаған екен. Бір жақ қапталының барлығы көлікке арналған екен. Соған қуанып отырмын. Және енді мына жаққа көлік сыймаған кезде мына үйлердің алдына мына бір жерлерге де әкеп көлікті қойса болатын сияқты ғой. Біз енді мешіттер соғылып жатыр, ол керемет қой. Бірақ мына көлікке көп жер берілмей жатырды. Ал мына жерде бұл мешіт, машалла, негізгі мешіт болады деген сөз айтылып жатыр ғой. Негізінен сол көлікке және үлкен жер бөлінген екен де. Және міне адамдарға да үлкен отыратын жерлер берілген екен. Көлеңке болсын деп тал еккен екен, енді бұл талдар алып кететіні бар, ана бір жерлері қорап кетіпті енді. Орнына басқа талдар ексе керек. Осы менің айтайын деген. Негіз мен мына үйлерге келе жатырмын бір кісілермен жолығуға. Соны сіздерге көрсетіп кетейін дедім, және өзім көрмеген едім, бір айналып шықтым. Әдейіге бір айналып шықтым. Әрі сіздерге көрсеткім келді, осындай үлкен жерге зәулім мешіт түсіп отыр екен. Осы ендеше қош, аман сау болып тұрыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.